Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін молочные девочки, яғни сүтті қыз тортын дайындамақшымын. Менің үнемі тапсырысқа дайындап жүрген торттарымның бірі. Сондықтан сіздер де менімен бірге міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен желание сары майы бөлме температурасында болу керек. Кейін 2 дана жұмыртқа, рогачевский, яғни желание 1 құты сгущенканың барлығын құйып, миксермен жақсылап бір келкі болғанша араластырып миксерлеп алатын боламыз. Ал бізге қажетті барлық ингредиенттердің құрамы төменде описание бөлімінде жазылған. Описание бөліміне өтіп қарасаңыздар болады. Біздер 2 дана жұмыртқамызды май және сгущенка үшеуін жақсылап бір келкі массы болғанша біріктіріп миксерлеп алдық. Енді ұнымызды сетадан барлығын өткізіп аламыз. Сол кезде біздің тортымыз да жақсы көтерілетін болады. Сондықтан міндетті түрде осылай сетадан өткізіп алыңыздар. Кейін үстінен 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель салып араластырамыз. Ұнымыз бен қопсытқышымызды венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Кейін барлығын бірден күмп еткізіп сұйық массаға салмаймыз. Осылай бірнеше бөліктерге бөле отырып салыңыздар. Сол кезде сіздің қамырларыңыз жақсы болып көтеріліп пісетін болады. Барлығы бір келкі болғанға дейін миксерлейміз. Біздің тортты пісіруге қамырымыз дайын. Барлығы міне көріп тұрғандарыңыздай бір келкі араласты. Ешқандай түйіртпек ештеңесі жоқ. Енді мен үнемі осы торттарды, пирогтарды, самса болсын пісірейін. Мейлі барлығында да осы поклан қағазын пайдаланам. Бір пайдаланған қағазды мысалы бірнеше рет пайдалана беруге болады. Ең алдымен 22 диаметрлік формамен дайындайтын болам. Осылай қағазымызды форманың көмегі арқылы осылай ойып аламыз да. Осындай 6 дана қағаз дайындап аласыздар алдын ала. Кейін осының ішіне 2 немесе 2 қасықтың үстінде қамырымызды салып, бір келкі қылып барлық жан-жағына орналастырып жағып шығамыз.
немесе жаңа барлық қағазыңызды алтауын қатар қойып қойып, бірінші 2 қасықтан барлығына осылай салып шықсаңыздар болады. Егер артық тағы қалып жатса, үстінен барлығына бірдей қылып шығасыздар. Сонда сіздің барлық корждарыңыз бірдей биіктікте, бірдей жаңағы пісіп шығатын болады. Алдын ала духовкамызды 180 градуста қыздырамыз да 5-6 минуттың ішінде пісіреміз. Өте тез піседі. Күйдіріп алмау керексіздер. Қасында жаңағы ұзаққа кетіп қалып, ұмытып кетіп күйдіріп алмаңыздар. Өте тез піседі өйткені. Кейін сәл суығаннан соң жаңағы форманың көмегімен мен осылай барлығын артық жерін кесіп алдым. Сонда сіздің торттарыңызда барлығы тегіс шығатын болады. Видеода көріп тұрсыздар, ешқандай да қағазға жабысып жатқан жоқ. Сондықтан да мүмкіндігінше осы поклан қағазын қолданғандарыңыз жақсы. Міне мен 6 корждың барлығын форманың көмегімен бірдей етіп кесіп алдым. Менің корждарымның барлығы дайын, суыған. Енді тортты жинауға болады. Ол үшін біздер крем дайындау керекпіз. Біздің барлық кремге қажетті ингредиенттеріміз салқын болуы керек. Сливкиңіз холодильниктен шыққан, сап-салқын болуы қажет. Сливкиларыңызды ең алдымен осылай жақсылап миксерлейсіздер. Мен 33% сливки қолданамын. Үнемі осы жолы мила сливкиін қолданып жатырмын. Көбіне мен свежий утр, жаңа брянский сливкиларын қолданып жүрмін. Енді мила сливкиін қолданып көрмекшімін. Кейін осы сливкиіміздің үстінен сахарная пудра саламыз. Және де творожный сыр салып, барлығын араластыратын боламыз. Мен крем-чиз компаниясы, яғни крем-чиз сливкин, творожный сырын қолданып жатырмын. Творожный сырлардың түрлері өте көп. Милетта бар, басқа да креметта бар, мысалы. Өздеріңізге ұнаған творожный сырды қолдансаңыздар болады. Кондитерлік дүкендерде қазір түр-түрі бар, барсаңыздар. Біздің креміміз міне дайын бола келді. Сәл қоюлана бастады міне. Енді тортты жинақтайтын боламыз. Ол үшін подложкамыздың астына сәл крем жағамыз. Біздің коржымыз жаңағы қозғалып кетпес үшін. Кейін 2-2,5 қасықтай крем салып, барлығын жаңа тегістей жағып шығамыз. Ал егер видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар деген өтінішім бар. Және де осы рецепт бойынша достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, барлық корждарды осылай жинап шығасыздар. Кейін 2-3 сағатқа, егер қатты асығыс болсаңыз, холодильникке сала тұрасыздар да, осылай кольцоның көмегімен жан-жағын тегістейсіздер. Сосын холодильникке салып қоясыздар. Артынан крем сіңгеннен кейін сыртын тегістейтін боламыз, яғни обтяжка жасаймыз.
тортым міне холодильникте тұрды. Енді сыртының обтяжкасын дайындаймыз. Кремін жан жағын тортыңыздың пышақтың көмегімен кесіп босатып аласыздар. Енді обтяжка жасау үшін бізге 400 грамм творожный сыр және де сливки мен сахарный пудра қажет. Егер тортыңыздың сыртын түрлі түстермен жасаймын десеңіздер, онда өз қалауыңыз бойынша түрлі түсті бояуларды қоссаңыз болады. Барлығын өлшеп алдым. Енді творожный сыр, сливки және сахарный пудрамызды миксердің көмегімен біркелкі қылып миксерлеп алатын боламыз. Егер қыздар сіздердің сливкиларыңыз жоғары пайыздық болса, творожный сырларыңыз жақсы болса, тортыңыздың сыртындағы обтяжкасы де өте жақсы тегіс болып шығатын болады. Сондықтан да жақсы таңдау мен өздеріңіз дұрысынан таңдап алғандарыңыз жақсы. Өздеріңіз үшін де торттың дәмі де жақсы болады. Міне біздің обтяжка жасауға арналған креміміз дайын. Енді тортымыздың сыртын босатып аламыз. Сыртын шпательдің көмегімен бір тегістеп алатын боласыздар. Артық кремдердің барлығын тегістей аласыздар. Тортымыздың сыртын жеңіл осылай бір тегістеп алғаннан кейін дайындап қойдық қой крем, сол кондитерлік қалташаға салып тортымыздың сыртына жағып шығатын боламыз. Менің шпательімнің сынып қалуына байланысты енді осыны қолданып жатырмын. Барынша енді тегістеуге тырысып жатырмын. Сондықтан сіздерде бір-екі жасасаңыздар қолдарыңыз үйренетін болады. Толықтай үстіне крем жағып шамамен тегістеп қойдық. Енді жан жақтарына крем жағып тегістейтін боламыз.
Тортымның сыртын тегістедім. Енді менде жаңа шамал крем қалды. Соны мына астыңғы бөлігіне қызыл түске бояп тегістейтін боламын. Сәл ғана мына бояу қоссаңыздар сол жеткілікті. Барлығын жақсылап араластырып аламын. Енді кремімізді кондитерлік қалташаға салып, тортымыздың мына төменгі бөлігіне жағып шығатын боламыз. Менің тортым дайын. Шпательдің көмегімен тегістеп, жан-жағындағы артық кремдерінің бәрін алып тастадым. Өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Кондитерлік дүкендерде топпердің түрлері көп, немесе жеміс-жидектермен әсемдесеңіздер болады. Үстіне креммен, шоколадпен жазу жазсаңыздар да болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Дария. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.